Балалар, ер қараймыз, мұқият, бәріміз экранға қараймыз. Экраннан қандай сурет көріп тұрсыздар? Жақсы. Экранда комикс арқылы берілген сурет көріп тұр. Бұл жерде екінші тапсырмамыз, бұл жерде топтық жұмыс. Топтық жұмысты бұл жерде біз топпен орындаймыз. Заңдылығы енді топтық жұмыстың сұрақтары. Бірінші топ. Самантаның хат жазуы, неге ол хат жазды және ол неден алаңдады деген сұраққа жауап береміз. Мынаға қазір осының ішін жазасыздар қазір. Екінші топ, шақырту алуы, жарияланым дегеніміз жаңағы үлкен Мәскеудегі Правда деген газет бар ғой. Соған Самантаның хаты не қылды? Жарияланды, дұрыс айтасыздар. Неге бұл әлемдік деңгейдегі оқиғаға айналды? Осыны анықтаймыз. Екінші топ балалар, үшінші топ, КСРО-ға Сапар және Артек. Балалар дипломатиясы қандай нәтиже берді? Осыны қазір жазбаса түрде комикс әдісімен не қыламыз? Орындаймыз. Бұл жерде бірінші топ Самантаның хат жазуы. Мынау сіздерге. Осы сіздерге. Екінші топ шақырту алуы. Кімнен шақырту алуы? Дұрыс айтады, КСРО-ның сол кездегі бірінші хатшысы Андроповтан шақырту алуы. Осыған мәлімет жазасыздар. Балалар қараңыздар, бері қараңыздар. Мына жерге сыймаса комикстің ішіндегі мәліметке, мына сыртына жазуға болады. Түсінікті ғой? Жақсы. Келесі үшінші топқа КСРО-ға Сапары және Артек балалар дипломатиясы қандай нәтиже берді? Осыны орындайсыздар. Топпен отырып орындайсыздар. Екіншісі ол неден? Орындап болсаңыздар, топтық жұмысты қорғаймыз. Топтық жұмысты қорғамас дискрипторды анықтап алайық. Бұл жерде комикс кадрына сүйене отырып, бірінші дискриптор дәлел келтіресіздер, және хаттың негізгі идеясын дұрыс тұжырымдайсыздар, бала дипломатиясы ұғымын өз сөздеріңізді нақты түсіндіресіздер. Заманда соғыс болса бәрінің мет болатын. Мұқият тыңдаймыз. Бейбітшілікті қалады. Біз осы комикске қарай отырып Саманта Смиттің хат жазуын ақш пен КСРО-ның екеуі соғысқа Корей қабақ соғысы үлкейіп кетуінің уайымы көруге болады. Сондықтан бұл екі елдің соғыстың күшейіп кетпеуін алдын ала алып Андроповқа хат жазды. Жақсы, келесі. Ояқта неден амандарғанын көрсек, ол үлкен ядролық соғыстың басталуынан қорқады Саманта Смит. Және де сол себептен ол өзінің көмегін тигізгісі келеді, екі елдің араздығын тоқтатады. Және де бала дипломатиясы ұғымы бұл жалпы жас баланың бірге келісім жасауы және де өзінің ойын жеткізуі. Жақсы. Оқушылар, бірінші топтағы берілген тапсырма өз деңгейін орындады деп санаймыз ба? Жарайды, жақсы, тамаша, қосылып қойып. Сіздер берілген дискрипторге бірінші қарап алайық. Самантаның КСРО-ға шақыру алуына байланысты негізгі дұрыс ақпаратты анықтайды. Самантаның бұл шақырудан қандай мүмкіндік, жауапкершілік немесе тарихи маңыз көрген қысқаша тұжырымдайды. Келесі дискрипторымыз. Самантаның хаты Правда газетінде жариялануының тарихы, саяси және қоғамдық маңызын дұрыс түсіндіру. Ал бастаңыз, қайсысын бастайсыздар кәні? Ахат төлейміз. Әрқайсыңыз бір сөйлемнен айтып шығасыздар. Түсінікті ғой, жақсы. Бастаймыз. 80 және 70 жылдардың аралығында болған Қырғыз қабақ соғысында сәтелге алып келген Саманта Смит өзінің алаңдаушылығын білдіреді. 1982 жылы Саманта Смит ақш пен КСРО-ның арасындағы соғысқа өзінің алаңдаушылығын білдіріп, КСРО-ның жетекшісі Юрий Андроповқа өзінің хатын жібереді. Ол хатында
КСРО мен ақш-тың арасындағы ядролық соғыстың бастап кетпеуінен өзінің алаңдаушылығын білдіріп, хатын жібереді. 1983 жылдың 19 сәуірінде оның сөзі Правда газетінде жарияланып, өзінің жауабын алады. Жақсы, келесі жалғастыра беріңіздер. Біз үшінші суреттен оның хатына жауап берген Андроповты көре аламыз. Себебі Андропов оны 1983 жылы өзінің еліне шақырып, өзінің елін көрсетеді. Оның хатына осылай жауап береді. Сонымен қатар осы қыздың, кішкентай 10 жасар қыздың хатына жауап ретінде осы әлем бойынша балалар дипломатиясы ұғымы келді. Жақсы, келесі. Қайда беріңіз? 1982 жылы самандасымен Андроповқа бүкіл әлемдік деңгейде хат жазуы бұл Әлемдік не болды? Сенсация болды. Екі қырғиқабақ, екі әлемдік ядролық державасы бар. Әлем осы күнге дейін 40 жылдан астам уақыттан бері қарай қырғиқабақ соғыс өтіп келе жатқан екі мемлекеттің арасында бұл сенсация болды. Қайсы қандай қорытынды ойларыңыз бар? қорытынды ретінде біз осы жердегі қарапайым халық, қарапайым балалардың осы екі ел арасындағы қақтығысқа көзқарасын көре аламыз. Олардың да өзінің құқығы бар, олардың да өмір сүруге құқығы бар. Солар жап-жас болып, олар үлкен мемлекеттерге осындай өзінің пікірін білдіріп, осындай жақсы дәрежеге жетіп отыр. Бұл соғыстың бәсеңдеуіне алып келді. Бұл арқылы балалар дипломатиясының құрылуына алып келді. Осы ойды қозғағымыз келді. Өте тамаша. Өте жоғары деңгейде қорғап шықты деп ойлаймын. Жақсы. Енді үшінші топқа берілген тапсырма, топтық тапсырма КСРО-ға сапар және Артек балалар дипломатиясы қандай нәтиже берді дейді. Комикс кім сөйлетеді? Қанша адам шығастырғаны? КСРО-ға саяхаттап келеді. Ол 2 апта бойы КСРО-дағы көрнекті жерлерді, Мәскеуді, Ленинградты және де Артек пионер лагерін көреді. Саманта өзінің әрекеттесімен жердегі бейбітшілікті және әлемнің бүкіл назарын өзіне алды. Жарайды, жақсы. Ал Әзересі не дейсіз ғана? Саманта Смит осы Артек лагеріне барып, Мәскеуге барып, осы екі мықты елдердің арасында бейбітшілік туғызады. Сонымен осы Саманта Смит ақш-қа барғанда балалар дипломатиясына құруына әкеліп туғызды. Осы балалар дипломатиясы арқылы енді Катя атты қыз Лычева. Катя Лычева КСРО-ға барады. Жоқ, КСРО-ға емес, КСРО-дан КСРО-ға барады осы балалар дипломатиясы арқылы. Жақсы. Ол 2 жылдан кейін, 3 жылдан кейін орын алады. Жақсы. Балалар үшінші топтағы комикс тапсырма өте жақсы қорғалды деп ойлаймын. Қол шапалақтап қояйық. Оқушылар, екінші тапсырма, топтық тапсырма өзінің несіне жетті, дәрежесіне жетті. Алған балдарыңызды мынау бағалау парағына әрқайсыларыңыз қойып отырыңыздар. Қаншаға бағаладыңыздар, берілген жауапты. Түсінікті ғой, жақсы.